Сәлем достар, сіздермен бірге Жанзақ Момжан. Мен сіздерге бүгін қалай тегін интернет алуға болатынын көрсететін боламын. Бұл өтірік емес, шын, мен өзім тексеріп көрдім. Сенбесеңіздер көрсетейін. Бірінші настройкаға кіресіздер. Және сізде LG болса другой сет, сосын мобильный сети дегенге кіресіз, сосын міне .доступ APN дегенге кіресіз. Сосын міне сізден мен тексердім, мегафон деген көріп тұрған шығарсыз. Егер сізде ештеңе жоқ болса, өзіңіздің номеріңіздің интернет шығып тұрса, өзінің үстіңгі жағындағы 3 точканы басасыз. Сізден егер плюс болмаса, плюс баса саласыз. Міне сізге толтыратын нәрсе, ол төрт-ақ толтыратын нәрсе, ол имя, міне бірінші, сосын APN, сосын міне имя пользователя, сосын пароль. Міне қалай толтыратынын көрсетейін. Міне нараға ағылшынша, міне мегафон деп жазасыз, және окейді басасыз. Мен істеп қойғам, және APN-ге интернет өйстіп жазасыз. Мен жазып қойдым, сондықтан окейді баспаймын. Имя пользователь, G-Data, міне. Сосын парольге де дәл сондай, бір-біріне сәйкес келу керек. Дәл соны басасыз, бірақ мен істемеймін. Және міне соны міне бірден шығып кетпей тұрып, оны сохранить дегенін басасыз. Сохранить басқаннан кейін міне қазір қайттан кірейін. Сізде осы жерде өзіңіз интернетті міне басында өйстіп тұрады, сосын астынан мегафон деген жазып, жаңағы интернет деп тұрады, соны міне басасыз, және бәріне шығасыз, және міне қосасыз. Міне қоспай тұрып сіздерге бір тексерткізейін, міне қараңыздар. Менің счетымда міне бірінші Теле2-ны тексерейік. Міне Теле2-ны тексерейік. Міне 74 теңгем бар. Енді Билайндікін тексерейік. Билайнда менде минус, бұрыннан бері бар. Міне минус 637 теңге. 74 теңге, ода плюс, ал Билайнда минус 637 теңге. Сақтап алыңыздар, міне окейді басамыз, және шығамыз. Міне мобильный данныйды қосайық. Міне Chromeға кіреміз. Google браузер, любой нүкте бересіздер. Яғни нараға, не деп нараға, Яндекс деп жазайға. Яндекс басамыз, міне істеп тұр, бәрі істеп тұр. Міне сенбесеңіздер кіріп, қараңыздар, жазалам мен Яндексті. Жаңағы сақтап алыңыздар, минус 637 және 74 теңге. Теле2 74, ал Билайн минус 637. Міне. Қараймыз. Осының өзінде де ақша кету керек, негізінде, ал біз тағы да тексеріп көреміз. Міне 74 теңге әлі тұр. Енді Билайн. Ол 637 теңге минус. Олу керек. Міне, көрдіңіздер, бұл программасыз істеуге болады. Бұны қолдануларыңызға болады. Және тегін интернет, без лимит. Міне, көрдіңіздер, ақшаңызды да жемейді, ештеңе өтірік те емес, шын барлығы. Сау болыңыздар, комментарий жазып, каналға тіркелейік, және лайк басыңыз. Ұнаса лайк, ұнамаса без лайк.